Армысыздар. Бүгін біздің түсірілімге себеп болып отырған мәселе Түркістан облысының мынау тексеру комиссиясының төрағасы Тапиев Ғалымжан деген азаматтың өзінің қол астындағы жұмыс істейтін сол мекеменің бас маманы Алтынай Жаңабек қызына қатысты жаңағы мынау қорлау сөздерін айтып, жаңағы балағаттаған сондай видеолары, аудио жазбалар әлеуметтік желіде тарады. Оны бірнеше арналар көрсетті, бірақ дегенмен осы кезге дейін сол мәселе бойынша өзінің бір әділдік іздеп, әділ бір шешіміне қол жеткізе алмай жүрген Алтынай қарындасымыздың басындағы жағдайға арнамақпыз. Сондықтан арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Жалпы бұдан кейін де осы мәселенің аяғына дейін қалай болғандығы жөнінде келесі сандарымызда да жариялап отыратын боламыз. Қош келдіңіз, Алтынай Жаңабек қызы. Алдымен кішкене анонс ретінде не аудио екендігі жөнінде мына аудионы тыңдасаңыздар болады. Алтынай, түсінші, yok балалы, yok тігілік, не деген төмен саналы адамсың? Не деген твой логика, блядь? Не деген твой логика? Это издевательство, блядь. Я знаю. Жоқ, ол жұмыстан кетпейді. Потому что менің адам маған жұмыс істеп отырған. Оның ағасы первый замок дейсің бе? Қай жақтан? Кремльда. Сол біліп қойған. Генерал ше? Генерал мен де білмеймін бұл адам. Ол оған ештеңе не араласпайды. Сен кім едің сонша? Мен төраға болып, мен 60 адам әрқайсыға дөңгелекте құттықтаған жоқ. Ол шепірдейсің ғой, не деген туылмыс, блядь? Не деген санам төмен адам едің, блядь? Мен Түркістан емеспін. Сонда да оңтүстіктің Шымкент телефон вообще такая Шымкент төмен өресі. Мұныңдан алсын, анауын оппа маған. Жалпы осы мәселе. Ал Алтынай ханым, айта беріңіз, осы мәселе қалай туындады, қалай пайда болды? Бұл мәселе осы тексеру комиссиясының басшысы Ғалымжан Тапиевтің командасымен бірге келген Рахымжан Қожахметов екеуміздің арамызда бір-бірінде жұмыс жасаймыз. Сол екеуміздің арамызда үнемі түсініспеушіліктер туындап отырды. Бір жаңағы соңғы түсініспеушілік туындаған кезде ол маған жаңағы боқтап, ар-намысыма тиетін сөздер айтып, маған қарап, жаңағы үстелді бақыттап, лақтырды маған қарап. Одан кейін осы болған оқиғаны әдеп жөніндегі уәкілге барып айттым. Жылап, нәтижесінде ол бүкіл отделімізді шақырып, кім қалай болды, не болғанын сұрады. Одан кейін оразаның кезі деп ешқандай не көрген жоқ. Татуластыруға тырысты сіздерді? Татуластырған да жоқ, кешірім де сұраған жоқ. Просто оразаның кезі ешқандай да ешнәрсе істемеймін деп тыныш жүріңдер деп қойды, иә. Сонымен одан кейін бұл мәселе жабылған шығар деп ойладым мен де. Сонымен одан кейін осы мәселе бойынша Абзал Жаңабайұлы Рахымжанмен неге ерекше бересің, ол менің адамым деп қайтадан маған кішкене тиісіп, осы жөнінде тағы да дау туындады бізде, түсініспеушілік. Одан кейін Ғалымжан Тапиев маған телеграм каналыма жазды, жаңағы сообщение жазды. Осындай ұрсып қырылып жүр екенсіңдер, не жағдай деген сияқты. Мен барлық мәселені түсіндіріп жаздым. Дұрыс еместігін жаздым, ол дұрыс емес қой маған етіп не істегені. Мен сізге осы уақытқа дейін айтқан жоқпын ешқандай болып жатқан жағдайларды деп. Одан кейін ертесіне жаңағы кабинетіне шақырды, дүйсенбі күні. Сөйтіп жағдайларды сұрады, мен барлығын түсіндіріп айтып бердім. Алайда ол өзі жаңа Абзал Жаңабай мен Қожахметов Рахымжанның өзі алып келгендігін, өзінің жақын адамдары екенін, правоохранительный органдармен Абзал Жаңабай барлық жұмыстарды жасап отқандығын, қазіргі таңда 5 аудиторды
аман алып қалғандығын, қолының ұзын екендігін, оларды бұрыннан танитынын, біреуін 15 жылдан бері, біреуін 13 жылдан бері танитындығын айтты. Телеграмда айтып отыр ма бұны сізге? Жоқ, телеграм емес, бұл кабинетіне бардыңыз ба сіз, өзі шақырды ма? Өзі шақырды. Өзі шақырды, яғни сізді кабинетіне шақырды, иә, төраға ретінде, мен кабинетінде түсіндіріп айттыңыз. Мен осындай жағдай болды, түсіндіріп айттым, барынша тырыстым. Алайда өзіме айқайлап, жаңағы оның ағасы КМБ-да первый зам, оған ешкім еш нәрсе істей алмаймыз. Жаңағы ешқандай не істесе де жоқ. Кім ол? Жаңағы төраға. Жоқ, төраға емес. Тапиев Ғалымжан сізге айтып жатыр, төрағаларыңыз. Бірақ кім жайында айтып жатыр жаңағы? Қожахмет, Рахымжан мен Абзалдың ағасы деп КМБ-да первый зам дейді. Әдеп жөніндегі уәкілді айтып жатыр. Олар енді ол Рахымжанды қорғап, Абзал шығып отыр ғой, маған түсініспеушілік болып барымыз. Одан кейін ол Абзалдың да мәселесін екеуіне де ешқандай ешнәрсе шара көрмеймін деп. Ал сізді балағаттаған негізі кім, жаңағы Рахымжан дегені. Содан төраға сізге мәселені шешудің орнына сізге осындай сөздерді айтты ғой. Енді жанжал неден туындады ол жерде? Өзімен өзі айқайлап кетті ме, әлде қалай болды? Жоқ, ол жерде жанжал туындаған жоқ. Осындай қадап айтты, қолым ұзын. Ешқандай да Абзал жаңағы оларға қандай ар жазсаң да жаза бер, баратын жеріңе бара бер. Мен солардың жағындамын, қолымыз ұзын. Ешқандай да шара көрмеймін деп қадап айтты. Одан кейін мен өз жөніммен жұмысыма кірістім. Асхананың кіреберіс жерінде Рахымжанды барлығымыз шақырып, не болғанын сұрады. Сонымен айтып берген, маған қатты айқайлап, жаңа Рахымжанды жақтап, сол жерде 4-ші этажға дейін жүріңдер кабинетке деп айқайлап, бізді кабинетке бағыттап алып кетті. Сонымен коридорда да бүкіл департаментті басына көтеріп, боқтап, айқайлап, біздіңкі ең соңында, неміз ревизионный комиссия, сол жерге дейін боқтап алып барды. Сосын мен жалғыз өзімді кабинетке кіргізді алғашында. Сонымен сіз дұрыс түсінбей жатсыз деп жыларман болып айтқанымда, ол кісі Алтынай деп жаңағы мен атымда атап, сен не деген төмен саналы адамсың, сен логикаң тупой деп өте боқтық сөздер айтып, қатты намысыма тиетін қорлап сол жерде. Одан кейін жаңағы бөлім басшымды барлығын шақырып, сол жерде заттардың бәрін алдында заттардың бәрін қиратып, лақтырып, сындырып, сол жерде 25-30 минут бойы истерика болып, боқтап, сол жерде Алтынай деп 7 рет, 8 рет айтып, менің тарапыма әдепсіз. Қандай сөздер айтты? Сенің логикаң тупой, Алтынай, не деген төмен саналы адамсың, малский ешектің понятиясы сенің понятияң, қайталап қанша реттен айтты. Сізді солай балағаттап, жаңағы ұрсып шығарып салды ма, әлде бір шешім жолын ұсынды ма сізге? Былай істейік, былай шешейік мына мәселені деп. Жоқ, мен сол жерде маған уже не айтты сізге? давлением көтеріліп, сол жерде давлениеңіз көтерілді ма? Тоқтамады, жарты сағат бойы айқайлай берді. Сосын бір кезде уже маған өзіңізді жылап отырмын, ауыр сезініп кеткен соң кеттім дедіңіз. Шыға берейін дедім, тоқта деп айқайлап не істеді, бірақ қазір мен құлап қалсам бекермен не болады дедім да, кабинетіме шығып кеттім. Сонымен кабинетіме барғаннан кейін скорый келіп, мені алып кетті, жедел жәрдем. Енді ары қарай скорый алып кеткеннен кейін сіз қайтадан больничный аштырдыңыз ба? Маған еңбекке жарамсыздық парағын ашып. Қанша күн демалдыңыз? 3 күнге аштым. 3 күннен кейін келдіңіз жұмысқа, иә? Содан ары қарай не болды? Бұл мәселені қалай шешілді? Яғни шешілмей қалды ғой мәселе? Еңбекке мен денсаулығым қатты сыр берді. Одан кейін мен еңбек демалысын алып, неге емделуге сұрандым. Сөйтіп ол кісі
еңбек демалысын берем, алайда последующим увольнением деді. 37 күн ба, 37 күннен кейін келесің, по собственному желанию, өз еркіңмен кетесің деп айтты. Неге дедім, мен жұмыс іздеуім керекпін, жұмыс тауып жатсам кетем, таппасам кетпеймін дедім. Сен Түркістаннан, Шымкенттен жұмыс табам деп ойлама, 100% гарантия беремін саған. Еш жерде жұмысқа алмайтындай етемін деп осындай сөздер айтты. Мен содан кейін еңбек демалысына жазып кеттім. Алайда жұмыстан шығуға жазбадым. Осы дау бойынша одан кейін еңбек демалысына шыққаннан кейін еңбек демалысына кеттіңіз да, сол күйі мәселеңіз жалпы төраға барғандағы мәселеңіз төраға мүлдем шешкен жоқ, ортадағы конфликтінде керісінше сізді басуға тырысты, сізді жаңағыдай қорқытуға тырысты деген сияқты ғой, енді қысым жасауға тырысты, иә, солай ғой. Жұмыстан ары қарай шығасың деген нәрселерді айтқан. Оның бәрі дәлелдемесі бар ғой сізде, иә? Иә. Ендігі мәселе, сіз осыдан кейін қандай қадамға бардыңыз? Одан кейін мен еңбек демалысына шығып, заңгердің көмегіне жүгінемін. Не үшін жүгінемін деп шештіңіз? Өйткені мен бүкіл департамент, бүкіл жұмыскерлердің алдында қорлап, ан-намысын таптап, ана жерде позор болдым ғой, енді былайша айтқанда. Одан кейін ешкімге ешқандай шара қолданған жоқ. Сізден ең болмағанда кешірім де сұраған жоқ, ең болмағанда шара да қолданған жоқ ешкімге. Өзімді кінәлі етіп шығарды. Еңбек демалысына шыққаннан кейін өз құқығымды қорғау мақсатында арыз жазсам ба деп ойладым, алайда жаңағы қолым ұзын деп бастығым КМБ-да замы барлығы таныс тамыр дегеннен кейін осы қоғамда көптеген әлеуметтік мәселелер көтеріп жүр ғой, осы әділетті деп ойлап Айгүл Орынбекке хабарластым. Сол кісінің заңгерлік көмегіне жүгіндім. Барып, ол кісімен бетпе-бет сөйлестім. Ол кісі бүкіл мәселемді тыңдап, бұл жерде енді ары қарай жұмыс жасауыңыз қиындау болады. Ол жерде енді істетпейді олар. Уже жаңағыдай біраз жерге кетіп қалған, бит боқтап, балағаттаған. Енді бұдан хуже болады. Ары қарай, енді дәл қазір күреспесеңіз, жағдайыңыз қиын екен. Мен сізге барлық заңгерлік көмекті қолдаймын, осындай көмекті беремін деп осылай айтты. Одан кейін мен ол кісіге сеніп, екеуміздің арамызда договор болды, договорға тұрайық деді. Содан кейін жаңағы договоры 2-3 беттен тұрады екен. Оны жаңа ауызшада ұзақ сөйлестік, содан кейін сол кісіге сеніп, договорына қол қойып бердім. Келісімшарт қаншаға келістіңіздер? 1 миллион теңгеге келістік. Ол кісі жаңағы подкаст түсіріп беремін, әлеуметтік қоғамдық талқыға резонанс жасап беремін деді. Резонанс болғанда қоғамның жаңағы сол ғой резонанс деп айтылады ғой. Талқысына түсіріп, бұл мәселені бейжай қалдырмаймын, соңына шейін күресемін, сотқа да барамыз. 3 адвокатым бар. Осы кісілер сіздің құжаттарыңызбен, жаңа ровода барлық юридический вопростарыңызбен осы кісілер жүгіріп, бүкіл мәселеңізді шешеміз деп осындай келісім шарт болды арада. Содан кейін жаңағы бастамасына 250 мың бере берсеңіз болады деді. 250 мың теңге қолма-қол, тек қана қолма-қол алам деді. Қолма-қол шешіп апарып бердім. Менде квитанциясы бар. Сол енді одан кейін хабарласамыз, өзіміз хабарласамыз. Сізге кез келген уақытта сұрақтарымыз болса қоямыз, звондап. Келіңіз деген кезде келесіз деп осылай келісім шарт болған. Сонымен үйіме қайттым. Алайда арада 10 шақты күн өтті. Мен бір хабарласқанда Ақтауға кетіп жатырмын деді. Одан кейін жаңағыда ешқандай 10 шақты күн. Жарайды, 10 күннің ішінде қандай да бір қызмет көрсетті ме сізге? Жоқ. Ешқандай қызмет көрсеткен жоқ. Осы іс ешқандай қозғалмай жатқаннан кейін, ешқандай ешнәрсе істемегеннен кейін мен барып айттым. Сіз арада уже біраз күн уақыт өтіп кетті, ешнәрсе істеген жоқсыз, блогта түсірген жоқсыз, ешқандай
Подкаст түсірген жоқсыз. Подкаст түсірген Аха. жоқсыз, ешқандай қызмет көрсеткен жоқсыз ғой деп айтқанында ол кісі ашуланып, мен подкаст түсіруім 5 миллионнан басталады. Мен кірісетін болсам, ол сен 1 миллионның ашин, ана балдардың услугасы еді, юрист балдардың деп осылай ашуланды. Содан кейін мен айттым, онда қоя беріңіз, мен 250 мың теңгем қайтарып бере салыңыз дедім. Ешқандай өте баяғы болып кетті, ешқандай процесс жүрген жоқ. 250 мың теңгем қайтарып беріңіз дегенде ол кісі ашуланып, 250 мың теңгеңді қайтармаймын, себебі біздің арамызда договор бар. Договор бойынша мен сен искқа берем, сотқа бере алам. Сен 1 миллионға тағы қоса штраф төлеп беретін боласың деп, осылай қатты ашуланып, осылай жындысың ба сен деп, осылай басың жұмыс жасай ма деп қатты дөрекі сөйледі. Одан кейін мен сол жерде өзі онда қажеті жоқ құрсын деп өзім мәселем мына жақта басқа мәселемен жүргеннен кейін ол кісіге өзім кері хат жазып бердім. Отказной хат жазып бердім. Отказной жазып бересің деді. Әйтпесе мен сені ертең сотқа берем деді. Содан кейін отказной сұраған ақшамды қайтарып бермеді. Ешқандай услуга көрсеткен жоқ. Сосын отказной жазып бердім. Былайша айтқанда қорыққаннан жазып бердіңіз ғой. Құрсыншы, мынау мен өзім ана жұмысымен әлек болып отқанда мына жақта тағы қосымша бұмен алысып жүретін шамам жоқ деп, иә. Жарайды, отказной жазып бердіңіз, сонымен ол қалды. Келісімшарт қолыңызда бар ма? Келісімшарт договорлар жоқ, ол кісінің өзі жаңағы юридический неде. Қазір действует, наверное, білмеймін. Тексертіп көр керек. Жоқ, келісімшарт қолыңызға берді ма? Енді келісімшартқа қол қойғаннан кейін бір данасы сізге береді, бір данасы өзінде болады ғой. Келісімшарт договор ешнәрсе берген жоқ, бірақ договорда қол қойғызып алды ма? Юристпен өзінің фамилиясы аты жазылған болатын. Сіз сенім хат бердіңіз ғой сол 3-4 адамға, сонда? Иә. Бірақ келісімшарт қолыңызда жоқ. Берген жоқ па сізге? Сол кісілерге апарып бердім. Мейлі, енді оны одан сұратып алуға болады ғой, на крайняк. Енді былай, жалпы жарайды, Айгүл Орынбекпен жұмысыңыз жүрмеді ары қарай. Ары қарай не, қандай қадамға бардыңыз? Одан кейін өзім өтініш арқылы, базасы арқылы құзырлы органдардың көпшілігіне барлығына арыз жазып, Тәпиевпен жаңағы жұмысымдағы Қожа Ахметов, Жаңабай Абзал үшеуінің атына осындай жағдай болып жатыр деп барлық жағдайды мән-жайды түсіндіріп, арыз жазып, Астанаға, Түркістан қаласына, жергілікті құзырлы мекемелердің бәріне жолдап бердіңіз. Жолдадым. Одан кейін ол кісі Астана жоғары тұрған органдардың барлығы жергілікті осы Түркістан қаласының АГДС госслужбаға, сол жерге қызмет істер жөніндегі агенттікке жолдады. Қызметтік істер жөніндегі агенттік мұнда департаменті ғой, соған түсті. Қылмыстық бөлігі бойынша ол жерде РОВД-дан жаңағы қорлау бабы бар 131 бап бойынша ол жерде дискілерімді алып бардым. Полный айтқан сөздері ешқандай қырқылмаған, неғылмаған, барлығын апарып сол кісілерге көшіріп бердім. Ол кісілер жаңағы хаттама берді маған. Хаттама берді. Ал мемлекеттік қызмет істер агенттігі одан берді талай уақыт өтті. Қазіргі таңда әдеп жөніндегі кеңес болады деп болу керек. Ары қарай не істедіңіз енді? Арыздарыңыз жаздыңыз, содан кейін әлеуметтік желіге тарады ғой ол аудиолар. Қалай тарады ол? Мен осы заңгерлер тарапынан ешқандай көмек болмағаннан кейін жаңағы өтініш өте баяу, жай бір-біріне жүктеп, бір-біріне жолдап, сондай өте бұл іс ұзаққа созылып кеткеннен кейін журналистер тарапынан бір нәтиже болар деп осы әлеуметтік желіден Ләззат Асанова деген кісімен хабарластым. Сол кісіге хабарласып мән-жайды айттым. Ол кісі маған жазды: мен сотыңызға да қатысып беремін, комиссия отырысыңызға да қатысып беремін, және осы блог резонанс тудыратын блог түсіремін деп осындай
өзінің яғни ұсыныстарын журналистік айтты. қолдауын Иә. білдірем, әлеуметтік желілерге жариялаймын деп солай деді. осылай Аха. жасады. Содан кейін мен жарайды деп келісіп, ол кісіге 250 мың теңге аудардым. Ол кісі соңына шейін барамын деп маған уәде беріп осылай жазды. Соңына шейін барамын, ешқандай да проблема жоқ, дұрыс, мен әділдік жағындамын деп осындай сөздер айтты. Содан кейін жаңағы ол кісі ешқандай арыз ешнәрсе жазған жоқ, барлығын мен өзім жазып, соңына жетіп тұр негізі іс. Ол арызды да жолдап берем деп педі ол Асанова? Ол арызды жолдайтын жердің бәріне жолдап қойғанмын, бәрінің шешімдері келген, полицияға да жетіп, бәрі. Яғни действиясына тоқсайықшы ана қызметіне. Асанова сізден қаржы алды, ары қарай қандай қызмет көрсетті сізге? Бұл кісі барып, Асанова барып Түркістан облыс тексеру комиссиясына жаңағы жұмыс орныма барып, прямой эфирмен видео түсірді, басшыма кіріп видео түсірді, және одан кейін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік Елнұр Жұматаймен бірге видео түсіріп, ол кісілердің барлық жаңағы дұрыс емес әрекеттерін бәрін айтты сол жерде. Тікелей эфирге түсірді? Иә. Facebook желісінде. Сөйтіп түсірді. Сонымен барлығы Facebook'та шулап, комментарий жазып, дұрыс еместігін айтып, осындай нәрселер болып жатқан. Алайда сол күні түсірді, ертесіне таңертең азанда тұрсам жоқ. Таңертең уже жоқ, өшіріп тастаған. Сөйтіп Асановамен хабарлассам, ол кісі қашқақтап, қолым бос емес, ауданға кеттім деп осылай қашып жүрді. Одан кейін арада 2-3 күн өтіп кетті. Сосын мүлдем номерін ауыстырып тастады. Жоқ, сол видеоны өшірген күні номерін ауыстырып тастады ол кісі. Ертесіне. Сөйтіп ол жаңа номерінде тауып хабарластым. Алайда ол кісі менімен сөйлескісі келмей қашып, Түркістанға барып тұрған жерінен менімен жолықпай осылай не істеп жүр. Сосын мен оны тауып алдым, жерде отырған жерінен барып сөйлестім, ол кісіге айттым, саған не керек дейді. Осындай болды, мен сотқа қатысамаймын, ешқандай нем жоқ, құқығым жоқ, мен ары қарай жұмыс жасамаймын деп осылай. Яғни түсірген видеосын қайтадан өшіріп тастады, иә? Доверенность алған, ол доверенностьті да қайтарған жоқ мысалы. Енді доверенностьті өзіңіз өшіре аласыз ғой оны. Яғни сенім хат алды да сізден ары қарай жаңағы не дейді өзі, тәртіптік комиссия ма, кеңес пе, қалай аталады өзі? Соған қатысам деді. Соны өшіріп тастады, болды. Сол бір видеоны түсірді, тікелей эфирде. Бір күнге жетпей өшіріп тастады. Бір күнге жетпей өшіріп тастады. Сонымен болды, иә? Мына тарап жүрген әлеуметтік желідегі аудио жаңағы жазба, сол кісінің таратқаны ғой, содан тарап кеткені, бірақ ол өзінікін өшіріп тастады, бірақ мұнда қалды, иә? Солай ғой, аға. Сонымен ол кісілерден де бітті. Маған жіберген ссылкасын сол кезде түсірген кезде. Сол кезде кірген кезде Facebook'та ашып тұратын, қазір кірсем ішінде жоқ, уже өшіріп тастаған барлық жерден. Так. Енді былай келейік. Жалпы былай ғой. Мен жалпы қоғамға да айтқым келеді осы. Бізде әдетте енді бұл кісілерде қандай жағдай болған білмеймін. Әдетте бізде мынау жаңағы блогерлер дейміз, жаңағы блог жүргізетін заңгерлер дейміз. Солар осы өздеріне арызданып келетін, яғни бір мекеменің былығын білетін, сол сияқты бір арызданып келгендерді бірінші олардан ақша алады, жаңағы қызметімізді көрсетеміз деп, мысалға аз суммаға болсын келісе береді. 500 мың әдетте сондайдан басталады. Сөйтіп келісіп алады да, одан кейін соның әкеп берген фактілерін анау мекеменің басшысын бопсалауға пайдаланады. Яғни осындай материал бар менде, осыны не істейсің, шешсең шеш, шешпесең мынаны жариялаймын, өйтем де бүйтем деген нәрселерді. Содан кейін ол мекеменің басшысы әрине келеді, өзінің қызметі қымбат бәріне. Ана фактілер жарыққа шықса дұрыс болмайтынын біледі, ол кеп 5 миллион десе де соған көнеді. Сөйтіп бұған қарызын бергеннен кейін арызданушының ісін созбалаңға салып, ана жақтан өйткені сізден 500 мың алса, ана жақтан 5 миллион алып болады да, одан кейін созбалаңға салып,
сізді былайша айтқанда жалпақ тілде футболить етуді бастайды. Сонымен сіз жүре бересіз, бір күндері жаңағы сіздің қызметіңіз тоқтату жайында не береді, жаңағы сіз өзіңіз жазып бересіз, болмаса сізбен соттасады, көп болса жаңағы 500 мыңызды мақтағанда соны қайтарып береді, сонымен тоқтайды. Әдетте сіз апарған информацияны олар осылай пайдаланады да. Енді бұл кісілердің жаңағы алдыңғы айтқан екі заңгер, блогер, жаңағы журналистің басында не жағдай болғанын білмеймін, бірақ әдетте осындай жағдай болады. Енді бұл кісілердің өздері жауап берер жатар, оқып жатса. Жалпы ол кісілердің де несіне баға береміз. Енді сіз бізге көмек сұрап келдіңіз ғой, енді біз соңына дейін мына ісіңізді апарамыз, бұйырса қандай нәтижеге жетсек те жетеміз енді бірге. Ол кісілерді келісім шартыңызды көреміз. Ана Айгүл Орынбекпен жасаған ол жерде қандай нәрселер көрсеттім деді, соған лайық қызмет жасады ма жасамады ма. Ал жалпы мен Айгүл Орынбек деген қызымызға айтарым, енді басқа бір видеолардан да көріп отырмыз ғой, жаңағы бір 10 миллиондық қызметтер көрсетеді екенсіз, тағы басқа. Бұл қарындасымыз енді жалғыз басты ана, өзі бір баласы бар деген сияқты, өзі осындай жағдайда болып жатыр. Сол 250 мың теңге осы бір жырғылатын нәрсе емес қой негізі. Қайтарып бере салғаныңызда дұрыс шығар деп ойлаймын. Әдетте айтып жүресіз ғой, жаңағы аналардың құқығын қорғаймын мен, үйтем бүйтем деген сияқты әңгімелерді. Осы жер сондай көрсететін жеріңіз да негізі. Егер қайтармайын десеңіз өзіңіз білерсіз енді. Ал Асановаға қатысты енді білмеймін, оған қатысты да қолдан келгенше көмегімізді беріп көреміз енді жалпы. Осы құзырлы органдарға көңіліңіз тола ма жалпы? Мен жалпы осы Қазақстанда әділеттілік бар дегенге уже сенбей қалдым. Себебі осы бір менің мәселемнің өзі осынша айға созылып кетті. Оның үстіне өтініш арқылы жолдаған жаңағы арыздарым бәрі бір-біріне жіберіп, соңында ана блогерлеріміз анау бір күн тұрмай жатып өшіріп жатыр блогтарын. Юристтеріміз анау ешқандай заңымды еш нәрсем қорғаған жоқ, құқығымды қорғаған жоқ. Мына жерде енді әділетті Қазақстан бар дегенге сенбеймін. Себебі жаңа жолдаған арызымның өзі айналып келіп, Жаңабай Абзалдың жаңағы өзі арыз жазған адамның өзі қарап отыр. Осы мәселе айналып келіп соған келіп отыр өтініш арқылы. Ол жауап берген ба? Жауап берген, иә, бәрі керемет. Яғни қызық былай ғой. Өтініш арқылы бір өзінің енді жоғары тұрған басшыңыз ғой, енді соған үстінен жазған арызыңыз айланып келіп, Ақорда бәрінен былай түсіп келеді дағына, президент әкімшілігінен бастап сөйтіп келеді да, соңында сол сіз арызданып отқан адамның өзіне түсіп, соның өзі сізге жауап береді. Иә. Сондай болып отыр. Яғни бұл жерде өтінішке де көптеген сұрақтар туындайды бізде. Ал енді ағайындар, өздеріңіз көріп отырғандай, осындай жағдай, осы мәселе бойынша жалпы алдағы күндері 13-не Түркістан қаласында әдеп жөнінде арнайы комиссияның отырысы өтеді. Ол жерде қандай шешім қабылданатыны бізге белгісіз. Негізі менің ойымша бұл жерде осындай қорлау, балағаттау, өзінің қазақтың бір қызын осындай жағдайға жеткізу, тіпті мынау медициналық қызметке жүгінердей жағдайға жеткізіп жүрген азаматтар жұмыстан шығу керек, жұмыстан шығарылу керек деп ойлаймыз. Ал енді комиссия қандай шешім қабылдайтыны түсініксіз, тіпті бір тәртіптік шарамен ғана құтылып кетуі мүмкін деген күмәнданамын. Өйткені өздерінің жаңағыдай айтып отқандарына қарасаңыз, енді аудиолары да бар. Ол жерде жаңағы мен КМБ-да орынбасары мен пәленшенің адамы, анау мынандай деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Егер сөздер рас болатын болса, мүмкін олардың да әсері болып, бұлар ешқандай жазасыз қалуы да мүмкін деп ойлаймыз. Сондықтан
бізбен арнамызға тіркеліңіздер, бізбен бірге қолдау білдіріңіздер. Осы істі біз соңына дейін барамыз деп шешім қабылдап отырмыз. Бізбен бірге осы істі соңына дейін көру үшін міндетті түрде арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Және де мынау Түркістан облысының жаңа мәслихаттың төрағасына да үндеу жасағым келіп отыр, өйткені ертең ол кісі де болады сол жерде. Анау күштік құрылымдардың жаңағы басшылары, орынбасарлары ол комиссияда болғаннан кейін олар қандай шешім қабылдайтынын білмеймін, бірақ сіз қоғамның адамы ретінде әділ шешім қабылдауға өз ықпалыңызды жасайсыз деген үміттемін. Сондықтан әзірге осы, сау, саламатта болыңыздар.